Фариза апай, мен өз ойымды айтып кеткім келеді. Мен жұмысшымын, тілім көркем болмаса кешіріңіздер. Өз ойымды айтпасам тұра алмадым. Апайды Алматыға алғаш келгенде бір азық-түлік магазинінің үстінде тұрады деп, әлгі магазинді талай іздеп кеткенім бар еді. Мен сіздің жырыңызды дауыстап оққаннан гөрі жүрегіммен оқып, көзімнен моншақтарымды ағызып, тілім таңдайыма салып сорып отырғанды жақсы көремін. Қолына қару алып, елін қорғаған батырдай, қазақ қыздарының көмейінде бүлкілдеген үнін бір шалқар теңіздің шетінде, жағасында, ай нұрының астында, сол теңіздің толқындарымен мынау түкпір әлемнің түкпірінен бәріне таратып отырған жандайсыз. Сізге мен шексіз қарыздармын. Менің талай жеңістерім болса, менің осы өмірге деген құштарлығым болса, соның бәрін сіз оятып жатсыз. Фариза апай кімсің деп жатыр. Оны Фариза апайдың өзі айтып беріп еді. Дей алмаймын жиынның жұлдызымын, қуып жүрген бір жанмын жыр қызығын, сезім нәзік, ой жүйрік, кейде кекшіл, қарапайым қазақтың бір қызымын. Çok